Барлықтарыңа сәлем. Ең алдымен сіздердің алдыңғы видеода жазған комменттеріңізде алғыс айтқым келеді. Шынымды айтсам, шок болдым және байқағаным арнама жазылмай көретін көрерменнің саны өте көп екен. Сендерден сұрайтыным, арнама жазылып, лайк басып, коммент қалдырсаңыздар, мен шабыттанамын. Қазақша контент көбейсін. Ал ендеше бензопила адам анимесіне шолуды бастаймыз. Сонымен анименің басында бізді басты кейіпкер Денджимен таныстырады. Оның марқұм әкесі якудзаға көп қарыз болғандықтан, оның қарызы баласына, яғни Денджиге өткен. Қарызын төлеу үшін Денджи өз органдарын сатып, ағаш аралаушы болып жұмыс істейді және бандиттердің тапсырмасын орындап демондарды жояды. Бірақ оған осының бәрінде көмектесетін оның досы бензопила демонның иті Пачито болды. Баланы әкесінің қабіріне әкелген болатын. Денджи оны сол күні кездестірді, ал әкесі қарыздың ай сайынғы төлемін төлей алмай жатып, өмірімен қоштасқан. Сол себепті Денджи мен банда байланысып, оларға таңға дейін әкесінің 700 000 иен қарызын төлеуін айтады. Қарақшылар кетіп бара жатқанда кенеттен ағаштан жараланған жын шынжырлы Ара Пачито шықты. Ал Денджи әкесінің өлімін есіне алып, қарақшыларға ақша бермесе өмірі бітетінін түсінді. Осы арқылы ол жынға өз қанын ұсынып, өзін сауықтырды және олар келісім жасайды. Денджи өз қанын аман қалуға айырбастап көмектесуін сұрады. Өйткені ертең қарақшылармен кездескенде оның өлгісі келмейді. Осыған сүйене отырып, таңертең олар Пачито екеуі жынның мәйітін қарақшылармен кездесуге құрметпен әкелді. Ал Денджи олардан қарызын жабу үшін жын аулаушыларға ақша қосуын өтінді. Содан бері Денджи олар үшін жұмыс істейді және әр жынға 300 данадан алады. Бірақ ұзақ мерзімді басқа шығындарға байланысты ол осы соманың 1%-дан азын қолында ұстайды. Сондықтан Денджи мен Пачито тек қана нан жейді және оған джем жағып жеуді сұмдық армандайды. Олардың да тауық қуырып жейтін арманы бар. Сонымен қатар Денджи анасынан келген тұқым қуалайтын аурумен де ауырады. Содан біраз уақыттан кейін оларға қарақшылар тағы келіп жұмысқа сүйреп апарды. Олар жігіттерді якудза аталарының басшысы күтіп тұрған қарусыз қалған қоймаларға келді. Ол болмаш ақшаға ит сияқты жұмыс істеген үшін Денджиге бірден алғыс айтты. Алайда бұл ата иттерді жеп көреді. Соның салдарынан 1 секундта Денджиді катанамен тесіп кете жаздады. Бұл қарт Денджи Пачитомен келісім шарт жасағанына еліктеп, зомби демонмен келісім шарт жасаған болып шықты. Ол мұның бәрін жын шайтандық күшке ие болу үшін жасайды. Бірақ зомби демон күн сайын ағаларын өлтіретін жын аңшыларынан құтылу үшін якудзаның қолын пайдаланғысы келеді. Осыған байланысты жын зомбилерге Денджиді бөлшектеуге бұйрық берді. Олар мұны оңай орындады және кесілген Денджи мен Пачитоны қоқыс жәшігіне тастайды. Алайда Денджидің қаны Пачитоға жеткенде ол оны ішіп алды және олар бізге Денджи мен Пачито ағаш аралап жатқан флешбегін көрсете бастады. Сонда бала кенеттен Пачито өліп қалса, ол жалғыз қалады деп алаңдайды. Ол жындардың адамдардың денесінде өмір сүралатын біледі. Егер Денджи кенеттен қайтыс болса, досынан оның денесін алуды сұрайды. Содан кейін ғана ол қалыпты өмір сүре алады және қалыпты өліммен өледі. Сонымен қатар Пачито Денджидің барлық армандарын орындай алады. Осының бәрі болып жатқанда Пачито баланың денесін жинай бастады. Ақырында оның жүрегіне айналды. Бірақ бұған дейін ол онымен сөйлесіп, Денджидің армандары туралы әңгімелерін тыңдауды әрқашан ұнататынын айтты. Ол онымен келісім шарт жасайды. Осылайша Денджи оның жүрегімен күшін алады және енді Пачито Денджидің армандарын орындағанын көре алады. Осыдан кейін бірден Денджи есін жиып қоқыс жәшігінен шықты. Зомби демонжил оны көргенде оның әлі тірі екеніне таң қалды. Сондықтан ол зомбилерге оны қайтадан бөлуді бұйырды. Бірақ қазір Денджи өзінің армандарын есіне алды. Ол енді зомбилер оны орындауға кедергі келтіретінін түсінді. Ол кеудесінен тіке шығып тұрған құйрықты ұстап алып, араның жынына айналды да зомбилерді кесуге кірісті. Нәтижесінде ол таңға дейін барлығын, соның ішінде атасын жойып, өзін үлкен қарыздардан құтқарады. Осыдан кейін бұл жерге Макиманың өзі басқарған жын аулаушылар келді. Ол дереу Денджиге жақындап, осының бәрін сен өлтірдің бе деп сұрайды. Бірақ бала жауап ретінде құшақтауды ғана сұрады. Осыдан кейін Макима олардың мұнда мемлекеттік қызметтегі демон аңшыларын емес, демон зомбилерін өлтіру үшін келгендерін түсіндірді. Айтпақшы, Макима иіс арқылы Денджи демон емес және оған ие емес екенін түсінді және оның дамуын, бақылауын қабылдауға шешім қабылдайды. Осыған сүйене отырып, баланың енді екі ғана жолы бар. Бірінші нұсқа қызғылт сары көзді оны дәл қазір өлтіреді, немесе екінші нұсқа оны адам, бірақ үй жануар ретінде қабылдайды. Сондай-ақ екінші жағдайды таңдаса, ол оған сары май, джем және кофе қосылған дәмді тосттар мен десерт болатынына уәде етті. Ал Денджи өзінің бұрынғы түкке тұрғысыз өмірін есіне алып, Макиманың ұсынысын ертегі деп атады және ол оның үй жануарына айналуға келісті. Кейінірек көлікте Макима баланың атын білді. Ол бірден оған оның үй жануар ретінде мойынсұнғыш болу керек екенін, әйтпесе оны құртып жіберетінін түсіндірді. Денджи Макиманың қатыгездігіне таң қалды. Алайда ол сұраған кез келген жеңіл тамақты сатып алатынын айтқаннан кейін және оған көтін жабу үшін пальто бергеннен кейін Денджи оған ғашық болды. Содан кейін олар удонға тоқтады. Онда Макима Денджидің қарапайым адам болуды қалай тоқтатқанын сұрады және ол оның жын досы бар екенін және оның жүрегіне айналғанын айтты. Осыған байланысты Макима мұны өте ерекше жағдай деп атады. Сонымен қатар оның сөзіне сену керектігін айтты. Өйткені оның иіс сезу қабілеті өте жақсы. Алайда Денджи күш қуатының
аздығынан кенет есінен танып, есін жиған соң бірден оның тапсырысы бетіне тақалып тұрды. Бірақ таяқпен тамақ жеуді білмейтіндіктен Макима оны тамақтандырады. Ол сондай-ақ Макиманың қандай жігіттерді жақсы көретінін жұмыс барысында сұрайды. Ол Денджиге ұқсас қасиеттерді айтты. Осыған байланысты енді махаббатқа толы тасағымен ол оның үй жануарына айналғысы келеді. Осыдан кейін олар жын аулаушылардың штабына келді. Онда 1000-ға жуық қызметкер жұмыс істейді. Өйткені мемлекеттік қызмет жақсы төлейді және көптеген артықшылықтарға ие. Бірақ жалақы күніне дейін бірнеше адам ғана өмір сүреді. Біздің басты кейіпкеріміз әлі де Макиманы қалай отырғызу туралы ойлайды. Өйткені енді олар бірге жұмыс істемейді. Осыған байланысты олар оған бірінші форма берді. Ал Макима оны Аки Айкавамен таныстырады. Мен оны бұдан былай осы бейнеде Шашпау деп атаймын. Ол біздің баланың бастығы болады. Мемлекеттік қызметте жұмыс істегеніне 3 жыл болды. Бүгін Денджимен бірге патрульге шығады. Макима егер Денджи өзін жақсы көрсетсе, оның болашақ серіктесі болуы мүмкін екенін айтты. Осыдан кейін ол оған галстугын байлауға көмектесті. Бірақ оның орнына төменгі братишкасы байланып қалды. Содан кейін патрульдеу кезінде бала Шашпаудан Макиманың жігіті бар ма деп сұрайды. Бірақ жауап беру үшін ол баланы аллеяға апарып ұрып-соға бастайды. Ол тез арада жұмыстан шығуын айтты. Өйткені оның ойынша Денджи өзінің ақымақтығымен тез өледі. Осындай жағдай жынға жем болуға барған көптеген жаңадан келгендердің басынан өткен. Аки қазір Денджиді қуып жібергені мейірімді әрекет жасағанмен бірдей. Ол сондай-ақ Денджи ақша мен Макима үшін жұмысқа орналасты деп болжайды. Бірақ бұл жерде қызметте аман қалу үшін қатаңырақ принциптер мен мақсаттар болу керек. Бірақ Шашпау кетейін деп жатқанда Денджи бар күшімен тастарынан періп жібереді. Содан кейін ол оған бүгін алғаш рет удон мен шұжық жеп көргенін және онымен адам сияқты алғаш рет сөйлескенін түсіндірді. Ал мұның бәрі оған ертегідей көрінеді. Ол осы жұмақта өмір сүруін жалғастыру үшін түрси жыртылғанша дайын екенін айтты. Содан кейін Шашпау тағы бір-екі соқ тастамақ болды. Бірақ Денджи оның тастарынан қайта теуіп оны нокаутқа түсірді. Осыны ойлаған ол оны штабқа қайта әкелді. Ол жерде бір таңғаларлығы Макима жігіттердің бір-бірімен қалай болса да тіл табыса алатынына таң қалды. Бірақ Денджи оларға Акиді теуіп ұйықтататын қорқынышты жын жұмыртқасы шабуыл жасағанын айтты. Осыдан кейін Макима Денджиді ең сұмдық жартыбастар орналасқан эксперименталды Шашпаудың отрядына тағайындайтынын айтты. Ақыры ол Акиге Денджидің кім екенін түсіндірді. Ол мұндай гибрид жын шайтандар туралы ертегілер мен әңгімелерден ғана оқығандықтан шошып кетті. Алайда егер Денджи ережені бұзса немесе бұзуға тырысса, ол жын ретінде жойылады және ол енді Акимен бірге тұрады. Олар шыққаннан кейін бала Акиден Макиманың шын мәнінде қандай екенін сұрайды. Ол оған жолы болғанын, ол оны сол жерде ұйықтатпағанын түсіндірді. Бір кездер ол Акидің өмірін сақтап қалған екен. Бірақ Денджи жаңа үйіне жеткенде ол бірден армандарының бірін орындады. Джеммен бірге мега супер пупер тостер жасайды. Оған қоса ол ваннада кайфовать етіп, дәретханада ұйықтап медитация жасай бастайды. Олардың бірінші міндеті жын ұрған шығыс Наримимен күресу болды. Онда Шашпау балаға денелерін жындар басып алған адамдар олар енді адам емес екенін айтып тезірек түсіндірді. Сондықтан Денджимен кездескенде ол өзінің жартылай жындарына айналу арқылы оны дереу өлтіру керек. Аки сонымен қатар жаңадан келген адамның не істей алатынын көргісі келеді. Нәтижесінде жын ұрған адамға кіріп ол дереу оларға шабуыл жасайды. Бірақ Денджи оны бір соққымен басын жоқ қалдырды. Осыдан кейін Шашпау оның бүкіл отбасын жындар басып кеткенін түсіндірді. Ал жын күн сайын жүздеген адамды өлтіреді. Сондықтан жындарды аяу мүмкін емес және олар өлім алдында азап шегу керек. Дегенмен Денджидің бұл мәселеге қатысты өз пікірі болды. Ол жындарды өлтіруге дайын екенін айтты. Бірақ егер олар мейірімді болса, онда ол тіпті олармен ақша бөлісуге дайын болады. Өйткені оның бәрібір достары жоқ. Шашпау тек жындарға сенуге болмайтынын айтты. Осыдан кейін Денджи өзіне мақсат керек екенін түсінді. Өйткені әркімнің өз мақсаты бар. Мысалы Шашпаудың мақсаты отбасы үшін кек алу, ал полиция қызметкерлері де жақындарын қорғауды қалайды. Денджи Макиманың мақсаты не екенін білгісі келді. Сонымен қатар Макиманың төсін ұстауын қатты армандады. Егер ол Макиманы төсекте көрсе, оның бір арманы орындалар еді. Бірақ әзірге Денджидің басты мақсаты жай ғана біреудің төсімен жақын таныс болу, кездейсоқ біреудің емес. Кейін Макима штабта Денджиге жаңа серіктес берілетінін хабарлады. Оның есімі Пауэр, ол да жын аңшысы, бірақ бұл ретте ол қан демонының билігінен шыққан жынмен байланысы бар. Енді Пауэр Денджимен бірге Акидің тобында жұмыс істейтін болды. Денджи Пауэрдің сыртқы келбетін көріп, олардың серіктестігі сәтті болатын бірден түсінді. Макима Денджи мен Пауэрге нақты ескерту жасады. Егер олар жақсы нәтижелер көрсетпесе, олардың тобы таратылып, екеуі де өлтіріледі. Патруль кезінде Пауэрдің басындағы мүйіздері адамдардың назарын аудармау үшін олар адамдардан аулақ жүруге тиіс болды. Ал полицейлер кездескен жағдайда аңшы куәліктерін көрсетіп, жағдайды түсіндіру керек болды. Патруль кезінде олар ешқандай жындарды кездестірмеді. Пауэр мұны өзі бұрын өте күшті қан демоны болғанымен түсіндірді. Демек жындар оны көрсе қорқады. Бірақ кенеттен Пауэр бір жерден қанның иісін сезіп, сол жаққа қарай жүгірді. Бұл теңіз қиярының жыны екен. Оны жеке аңшы тапқан, бірақ көмек сұраған. Нәтижесінде Пауэр қаннан балға жасап, жынды бірден өлтірді. Осы әрекетімен ол заңды бұзды. Өйткені бұл жынды жеке аңшы жою тиіс болатын. Көп ұзамай оқиға орнына тазалаушымен бірге Макима келді. Ол Пауэрге заң бұзған үшін ашуланды. Алайда Пауэр күтпеген жерден бұл жағдайды Денджиге жауып, жынды
жоюға бұйрықты сол бергенін айтты. Ал бізге Макиманың артын көрсетіп тұрғанда Денджи мен Пауэр кімдікі дұрыс екеніне қырылып жатты. Макима миды шіртпей олардың тек бірге жұмыс істеп нәтижеге жетуін талап етті. Осы оқиғадан кейін Денджи Пауэрге сенуден қорқа бастады. Пауэр болса көшеде мысықпен ойнап отырды. Ол адамдарды да жындарды да жек көретін айтты. Себебі бір жын оның мысығын ұрлап әкеткен. Макима Пауэрді мысығын құтқаруға дейін қолға түсіргенін түсіндірді. Енді Пауэр мысығын құтқару үшін адамдарға көмектесуге мәжбүр. Денджи болса әйелдердің денесіне қызығып домалақ алмасын ұстау үшін өз мақсатына жету үшін бәріне дайын екенін айтты. Пауэр соны пайдаланып, оған келісім ұсынды. Егер Денджи оның мысығын құтқаруға көмектессе, ол оның алмасын ұстап көруге рұқсат береді. Денджи мұндай ұсынысты қабылдап, мысықты құтқаруға міндетті екенін айтты. Бұл уақытта Макима штабта жаңа мәселе көтерді. Соңғы уақытта америкалықтар жындарды әскери мақсаттарға пайдалануды көбірек зерттеп жатты. Жапондық басшылар да бұл бағытта өз күштерін арттыруға тиіс екенін айтты. Олар Макимадан өз тобын тез арада үйретіп, тиімді нәтижелерді көрсетуді талап етті. Машинада келе жатып, Аки Макимаға Денджидің қандай ерекшелігі барын сұрайды. Макима Денджидің ішіндегі демондық потенциалы ұнайтынын айтты. Бірақ шашпау бұл жігіттің тек өмірден ләззат алып, өзін бала сияқты ұстайтынын түсінбеді. Бұл уақытта біздің бала Пауэр мысықты құтқаруға рұқсат қағазын алып жолға шықты. Жолда Пауэр Денджиге жақын адамнан айырылудың қандай екенін түсіндірді. Денджи де Пачитамен байланысын айтып, оған өзінің сағынатын жеткізді. Екеуі арасында аздап түсіністік пайда болды. Сонымен екеуі Пауэр сол жынды соңғы рет көрген жалғыз үйге жетті. Жолда келе жатып, Денджи өзінің қайтадан бензин араға айналғысы келмейтінін айтты. Пауэр оның күшінен мүлдем хабарсыз болғандықтан бұл сөздерді жай қалжың деп қабылдайды. Сосын күтпеген жерден Пауэр Битаның қолын алып, Денджидің басынан ұрып жіберді. Сөйтсе Пауэр Денджиді мұнда жай ғана әкелмепті. Ол оны жынға өз мысығын Мияуды қайтару үшін айырбастамақ болған екен. Жын жаралы нетопырь болып шықты. Пауэр құрбандығын сәл кеш әкелсе де, нетопырь бұған риза болды. Себебі ол көптен бері ештеңе жемеген еді. Алайда Денджидің қанын татып көргенде жынның көзі шарасына шығып кетті. Мұндай жиіркенішті дәмді ол бұрын соңды сезбеген екен. Соған қарамастан бұл қан оған күшін қайта жинауға мүмкіндік береді. Және ол шатырды бұзып бар күшін паш етті. Сол кезде Пауэр жынға уәдесін орындағанын ескертіп, енді Мияуды қайтаруды талап етті. Ол бұрылып Денджиге қарап, сен менің сөзіме сеніп, осында келгеніңе әлі таңғалып тұрмын деді. Бірақ дәл сол кезде Денджидің есіне шашпаудың жындарға сенуге болмайды деген сөзі сап ете түсті. Ал нетопырь жын Пауэрдің дәмсіз адам әкелген үшін өзін жазалап, Мияуды торымен қоса жұтып қойды. Сол сәтте Пауэр Денджидің Пачитаны сипай алмай қалғандағы сезімін түсінді. Бұл шынымен жиіркенішті әрі жаныңды ауыртатын сезім еді. Содан бастап бізге Пауэр мен Мияудың алғашқы кездескен сәтін көрсетті. Ол кезде Пауэр қан жыны ретінде айналасындағы тірі жанның бәрін қырып жойып жүрген. Сол кезде ол әрең тірі қалған жүдеген кішкентай мысықты кездестірді. Әуелде ол мысықты асырап кейін жеп қоям деп ойлаған. Бірақ уақыт өте келе ол Мияудың көздеріне қарап бір нәрсені түсінді. Мияумен бірге жүре бастағанда Пауэр қанның жылы әрі жұмсақ болатынын сезді. Қысқаша айтқанда, сол кішкентай жынды мақұлық оның ішіндегі біраз нәрсесін өзгертті. Алайда көп ұзамай жараланған нетопырь жын пайда болып, Мияуды ұстап алды да, Пауэрге маған бір адам әкел, күшімді қалпына келтіруім керек, сонда ғана мысығыңды босатамын, егер әкелмесең мысығыңды жеп қоям деп шарт қойды. Ал дәл сол уақытта жын Пауэрді ұстап алып, оны жұтып қойды. Кейін ол қалаға ұшып кетті, бірақ оны кенеттен Денджи ұстап, оған шабуыл жасап, Пауэрді оның бупсыларымен және Мияуын қайтаруды талап етті. Қалқып бара жатқанда Денджи сол жынның қанын күш жинау үшін ішіп алды. Жын оны ұстап алған кезде құйрығынан тартып жіберді. Енді бізге Денджидің бір күні таңертең оянып, Пачитаны таппай қалған кезін көрсетеді. Ол бүкіл қаланы аралап шықты, бірақ соңында ит үйінде екені белгілі болды. Осы сәтте ол Пауэр мен оның мысығының сезімін түсінді. Бірақ шынайы уақытта Денджидің арасы пайда болып, ол жынды қырқып тастайды. Ойламаған жерден Денджи қазір өте күшті болып, нетопырь болса дауыс шығарды да үріп кетті. Бірақ ақырында Денджи оны түк қалдырмай жұлқып, ішінен Пауэр мен Мияуды шығарып алды. Пауэр дереу неліктен мені құтқардың деп сұрайды. Денджи бұның бәрі сенің тек алмаңды мыжғылау үшін деп жауап берді. Сосын Пауэр оны алдап келген үшін кешірім сұрайды. Кейін ол Мияуды құтқарып қалғанын ескеріп, оған 3 рет өз алмасын сипауға уәде берді. Бірақ дәл сол сәтте Денджидің қолын жаңа ғана пайда болған қансорғыш жын жұтып қойды. Денджи өз күшінің аздығынан өзін босата алмай Пауэрге сен Мияуды алып кет, мен сені қорғаймын деп айтты. Қансорғыш болса сен менің сүйікті тышқанымды өлтіргеніңмен мен сені кешіретін болдым, бірақ қалғандарының бәрін жеймін деп айтты. Пауэр тұра алмай жатқандықтан Денджи жынмен күресуге кірісті. Сондай-ақ оны қатты ашуландырғаны тағы да оның алмасын мыжғылаудың мүмкін болмай қалуы. Бірақ олардың шайқасы нәтижесінде Демон патсанды ұтып, оны жеп қоюға дайындалды. Бірақ сол сәтте шашпау пайда болып, өз жын түлкі конын шақырып, қансорғышты бір соққымен жойды. Ақырында бәрі аман қалып, енді олар болған оқиға үшін жауап береді. Кейін Денджи есін жиып алдына Аки келді. Ол Денджидің қолын тауып, қан ұйғаннан кейін ол қайтадан денесіне қосылғанын айтты. Өйткені Денджи Демон сияқты регенерация жасайды. Денджи жауап ретінде Аки да Демонды күшті пайдаланады екен деп жауап берді. Аки оған келісім шартына сәйкес түлкі конға өз денесінің бір бөлігін беріп күшке айырбастағанын түсіндірді. Бұл жолы ол өз терісінің бір бөлігін берді.
Өйткені демондар мен керемет күшке ие болғандар әрдайым адам денесін қалайды. Аки қазір Пауэрдің сатқындығы туралы меңзеп тұр, бірақ Денджи күтпеген жерден Пауэрдің жақсы екенін айтты. Аки оған камералар тексергенін айтып, Пауэр мен Денджи өз патруль аймағынан шығып кеткендерін көргенін айтты. Олар жалғыз үйдің маңынан нетапыр жыны жасырынып жатқан жерден Денджидің қанын тапты. Аки Пауэр Денджиге шабуыл жасағанын сезді, бірақ Денджи оны тағы да қорғап ешқандай шабуылдың есінде жоқ екенін айтты. Аки еске түсіріп қанды оқиғалар туралы айта отырып, егер ол осы істі тереңірек зерттей берсе шындыққа жетіп, онда Денджи мен Пауэрді жазалауы мүмкін екенін айтты. Бірақ соңында бұл жолы ешкім өліп қалмағандықтан олар Акидің бұйрықтарын тыңдаса, оны ешкімге айтпайды. Денджи әрине осы шартпен келісіп, өз мақсатын орындауға сөз берді. Аки одан кейін палатаға шықты. Оны күтіп тұрған аға серігі Химена мен Пауэр болды. Ол Пауэрді қол шынжырынан босатып, ешкім өлмегеннен соң оны керемет күшін пайдалануға рұқсат берді. Сонан соң Аки Макиманың алдына барды. Өз баяндамасында ол оқиға шынайы болатындай етіп, олар дұрыс емес жерге бұрылып демонды кездестіргендерін және Денджи бенза ара режимінде оны жойғанын айтты. Бір сәтте қан сорғыш пайда болды, бірақ оны Аки мен қалғандары бірден шешті. Бірақ Макима бәрібір жаңадан келгендер қателесті деп оларды жазалау керектігін айтты. Аки болса бұл жолы ешкімнің өліп қалмағанын айтып, оларды бір рет кешіруді ұсынды. Макиманың таңданысымен ол бұған келісіп, бірақ Акидің Денджимен бірге тұрып бастағаннан бері өзгергенін байқайды. Келесі күні Макима жіберген Пауэр пацандардың үйіне кіріп келді. Ол Акиге екі жынды баланы бірден бақылап тұруын тапсырды. Соның салдарынан Пауэр нағыз былықты жақсы көретін демон ретінде дәретханаға барып артынан тазаламай кететін. Сонымен қатар ол көкөністерді ұнатпағандықтан оларды жан-жаққа шашып жүретін. Ол сонымен бірге жағымсыз иісті болды, себебі ол өте сирек душ қабылдайтын. Бірде ол унитазды тазалап жатқанда Пауэр келіп, "Мен саған уәде еткенімдей менің кеудеме 3 рет қол тигізуге рұқсат етемін" дейді. Ол Денджиге түсіндірді. Бірінші рет Мяуды құтқарған үшін, екінші рет Нетапырды жеңген үшін, ал үшінші рет оларды қансорғыштан құтқарған үшін бонус берді. Денджи арманның орындалуына кірісіп-ақ кеткен еді. Бірақ бірінші мүмкіндігін алма төсеніш кубкасын ұстап алып күйдірді. Екінші әрекет майдай жақсы, ал үшінші әрекет ең жоғарғы деңгейдегі ләззатпен өтті. Бірақ арманына жеткеннен соң кенеттен Денджи толықтай мотивациясынан айырылды. Сөйтіп нағыз мотивациясыз жатып шерік айуан болып шықты. Макима мұны байқап қалып не болғанын сұрады. Денджи: "Мен ақыры арманымдағы нәрсеге қол жеткіздім, бірақ оның орындалуы соншалықты қарапайым болды. Енді өзімді керексіз сезініп жүрмін" деп мойындады. Ол енді өмір бойы осы көңілсіз сезіммен жүре беретінін түсінгендей болды. Өйткені оның ойынша бақыт орындалған сәтте емес, арманыңа ұмтылуыңда. Қысқаша айтқанда, ол өмірі көт болғанын түсінді. Макима оны тыңдап болып қолынан ұстап, армандарда бәрін шешетін серіктестер арасындағы байланыс бір-бірін қаншалықты жақсы түсінсе, эмоцияларда соғұрлым күштірек болады дейді. Ол оған сезімдердің құпиясын түсінудің қаншалықты қиын екенін түсіндірді. Мұны сезіну үшін алдымен қолынан ұстатты, сосын құлақтарын сипалауға берді, ал соңында саусағын аздап тістеп, тістеген күшін есінде сақтауды өтінді. Соңында ол Денджиге өз алмасымен ойнауға рұқсат бергенде, Денджидің жүрегі тоқтап қала жаздады. Макима мұның бәрін тек бір өтініш айту үшін жасаған еді. Ол Денджидің ең мықты жын отшашарды өлтіруін сұрайды. Ол 13 жыл бұрын Америкада пайда болды және бірнеше минуттың ішінде жүздеген адамдарды жойды. Бірақ содан бері оны ешкім көрген жоқ. Барлығы оның өте мықты екенін және барлық аңшылар өлтіргісі келетінін біледі. Бірақ Макима үшін Денджи осы демонды жеңуге ең мықтысы болып көрінеді. Себебі Денджи ерекше. Егер ол бұл істі жүзеге асыра алса, онда Макима оның кез келген тілегін орындауға уәде берді, тіпті перісуді. Сонымен қатар ол осы отшашар демонның күшті екенін түсіндірді, өйткені Америкада атыс қаруы өте кең таралған еді. Демонның пайда болған күні теракт болды. Бұл оның пайда болуына себеп болды. Бақ бұл ақпаратты әлемге таратып, қаруға қатысты жаһандық қорқынышты тудырды. Соған сәйкес бұл демонның күші де артты, себебі адамдар одан қаншалықты қорқатын болса, ол соғұрлым күшті болды. Сондай-ақ Акидің отбасына не болғанын көрсеткен сәтте, дәл осы отшашар демонның 5 минуттың ішінде шамамен 200 мың адамды өлтірді. Содан бері бұл демонды ешкім көрмеді, бірақ оның күшеюі адамдардың демондарға деген қорқынышын арттырды. Нәтижесінде олар одан сайын күшті бола түсті. Бұл жағдайды тоқтату үшін қаруды бақылауға алу туралы заңдар қабылданды және кез келген қарулы қылмысқа қатаң цензура енгізілді. Бірақ Денджи осының бәрін естіп, оны жыртып тастауға дайын екенін айтты. Оның бәрі тек Макимамен перісу үшін. Бірақ ол оған түсіндірді, алдымен оны жою үшін оны табу керек. Ол оған демонның тазартқышын көрсетті. Олар бір-біріне тартылатын. Егер қандай да бір демон отшашардың бір бөлігін алса, онда ол бірнеше есе күшті болады. Сондықтан Макиманың мақсаты мүмкіндігінше көп бөліктер жинап осы демонды табу. Осы уақытта Аки мен Химена демонды жойып, тағы бір кішкентай отшашардың фрагментін алды. Содан кейін олар фрагменті бар тағы бір демонды жою үшін отельге аттанды. Олардың қатарында Денджи, Пауэр, Арай және Кабени болды. Отельде Денджи Пауэр Акидің миын жеп тыңдамай қалды, ал Химена оларға тапсырманы сәтті орындаған үшін сорсамыз деп уәде етті. Бірақ Денджи Макиманы еске алып, оған қызық емес екенін айтты. Бірақ Химена оған құлағына сыбырмен сорысу тілмен болатынын айтты. Осыдан кейін Денджидің төменгі миы іске қосылып, демонды іздеуге кетті.
кетті. Химена болса Акидің өлімі туралы ойламағанын айтты. Өйткені Аки отбасынан айырылып, оқудан өткеннен кейін Химена оны серіктес етіп таңдаған. Ол да 5 серіктесін жоғалтқан. Сондықтан ол Акиден өлмеуін сұрайды. Содан кейін олар отельде бір қызықты демонды кездестірді. Оны Химена өзінің елес демонымен ұстап, Пауэр оны кесіп тастайды. Химена өзінің елес демонымен келісімшарт жасағанын айтты. Онда ол көзі үшін елестің қолын пайдалана алады. Бірақ кейінірек бұл демон отшашар фрагментсіз болып шықты. Олар іздеуді жалғастырды. Олар 8-ші қабатта уақыт цикліне тап болады. Одан шыға алмады. Және бұл демонды күш болуы мүмкін деп ойлайды. Ал басты демон тек алдау үшін жемтік болды. Жаңадан келгендердің миы біртіндетіп бұзыла бастады. Аки барлық сағаттардың бір уақытта тоқтағанын байқап, демонның күшін 8-ші қабатта уақытша тоқтатқанын түсінді. Денджиден басқа бәрі мұнда мәңгі қалатындарын алаңдайды. Мұнда тамақ пен су болса да жаңадан келгендердің миы бұзылып жатты. Арай қорқыныштан бұрышқа тығылды, ал Кабени ашу-ызаға ұшырайды. Сондықтан Химена оны ұрып тастайды. Ал Пауэр өз стилінде далбасалап жатты. Химена мен Аки шығуды іздеп жүргенде оған бұрын темекі шегуді үйреткенін және оған сезімдері бар екенін айтты. Содан кейін Аки келіп жойылмаған демонның өсіп жатқанын айтты. Кейін ол оларға келісім шарт ұсынды. Егер ол Денджидің немесе оның мәйітін оған берсе, онда ол қалған аңшыларды босатуға уәде берді. Кабени бұл сөздерді естіп пышақ алып Денджиді өлтіріп қалғандарын құтқаруға шешім қабылдайды. Бірақ Аки мен Химена оған мұны жасауға мүмкіндік бермеді. Содан кейін Аки түлкі демонмен жоюға тырысты. Бірақ ол мұнда келе алмайды, өйткені ол сыртқы әлеммен оқшауланған. Олар 8-ші қабаттағы демонның шегінде тұрып қалғаны анықталды. Онда әлсіз жерлер жоқ. Құтылудың жалғыз жолы Денджиді жеп демонмен келісімшарт жасау, өйткені демон келісімшартын бұзған адам өледі. Кейін Рэй пайда болды. Ол да Денджиді өлтіруді ұсынады, бірақ Аки ешқандай да келісім болмайтынын айтты. Өйткені егер олар Денджиді берсе, демондар мықтырақ болып кетеді. Бұл дұрыс емес. Пауэр да Денджиді өлтіруді қалайды, бірақ Аки оны орнына қойды. Себебі ұсталған адам демонмен келісім жасай алмайды. Соңында олар не істеу керектігін ойлап күтуге кірісті. Азық-түлік пен су таусылып жатты, өйткені Пауэр бәрін жалғыз өзі жеп қойды. Сосын Кабени қайтадан іске кірісті және Пауэрді өлтіруге тырысты, өйткені соның кесірінен осында жүргенін айтты. Сосын біреу айғайлайды, барлығы сол жаққа жүгірді, ал демон оларды қуып миын улай бастайды. Кейін ол бүкіл қабаттың құрылымын бұрып, оларды жеп қоймақшы болды. Аки өзінің ерекше пышағын шығаруды ұйғарған, бірақ Химена оған бұны жасауға рұқсат бермеді. Ол осы катанамен 100% шығып кететін біледі, бірақ Аки зақымдалып, өзінің күшіне өмірінің жылдарымен есептесу керек. Сосын Рэй Денджидің үстінен түсіп, оны демонның аузына тастамақшы болды, ал Кабени оны пышақтап шауып тастамақшы болды. Бірақ Аки оған кедергі жасап, денесімен жапты. Денджи ешқандай да жаман адам болмаса да, ол демонды жоюды қалайды. Аки жалғыз өзі оны жеңе алмайтынын түсініп, көп батыл аңшылар жинау керек. Ол Денджидің тірі болу үшін бәріне дайын. Пауэр өзінің күшімен Акидің қанын тоқтатты. Барлық оқиғалардан кейін Денджи өз еркімен демонның аузына секіргісі келетінін айтты. Ол онда қарсылық танытып, егер демонды жеңсе, Химена оған уәде еткендей онымен сорысу керек. Денджи демон оның араларынан қорқатынын байқағандай болды. Сондықтан ол оны өлтіруге тырыспайды. Сосын ол Акиге оны құтқарған үшін реніш білдірді. Себебі ол тағы да біреуге борышты болғысы келмейді. Ол егер олар осы жерден шықса, екеуі де бір-біріне борышты болмайтынын айтты. Сосын ол демонды кесуге кірісті, бірақ жарақаттану мен қан жоғалтудан оның аралары жойыла бастайды. Ол демонды кесуге және қанын ішіп қалпына келуге тырысты. Кейін Химена мен Кишибе ең мықты аңшы арасындағы әңгіме еске алынды. Ол демондар аңшылардың ми ашып жүргендерінен ең көп қорқатынын айтты. Олар Акиді де талқылайды. Оның ақыл есі дұрыс деп айтуға болмайды, себебі ол ең мықты отшашар демонды өлтіргісі келеді. Химена бастапқыда Акидің өліп кетпеуі үшін оны жеке жануар ретінде алып кетуге тырысты. Ол оны тамаша жігіт ретінде санайды, бірақ ол секундтарда қалаларды жоятын отшашарды жеңе алмайтынын түсінеді. Нәтижесінде Аки мемлекеттік қызметте қалды. Сонымен қатар Химена Денджидің миы ашып жүргенін түсініп, оған көмектесуге кірісті. Демон оның мойнын сындырғанда ол оны қайта тірілтті. Нәтижесінде 3 күн бойы Денджи демонды кесіп, ақырында ол жеңіліп жүрегін көрсетті. Денджи оны кесіп оқытуын тоқтатты және бәрі құтқарылды. Сосын ол есінен танып, Химена мен Пауэр Аки мен Денджиді ауруханаға алып барды. Бірнеше күннен кейін олар корпоративті кеш ұйымдастыруды шешті, бірақ одан бұрын Химена мен Аки Денджидің демондар арасында өте танымал екенін, Макима оған қатты алаңдайтынын талқылады. Химена Макиманың Денджидің қандай да бір құпиясын білетінін ойлайды. Сонан соң олар баруға дайындалып тамақ ішіп ішуді бастайды. Онда Химена біраз ішіп болғаннан соң Денджиге сұмдық сүйісу сыйлауға бел буды. Ал Денджи оған дайындалып жатқанда Макима келіп барлығына қосылды. Сосын олар соңғы уақытта отшашардың шоқтары бар демондардың жиі пайда болуын талқылайды. Аки Макимадан Денджи жайында ерекше бір нәрсе білетінін білмейтін сұрауға тырысты. Олар егер Аки ішуден басы босса, онда оған айтамын дейді. Бірақ ақырында ешкім Макиманы жеңе алмайды. Сосын Химена мас болып Денджиге өзінің сүйісуін сыйлайды. Ол оған ең жаман сүйісті сыйлады. Сөйтіп ол ең жаман сүйіс конкурсының жеңімпазы болды. Соның нәтижесінде Денджи оларды театрға жіберуге кетті. Біршама ішіп алған Химена Денджиді көтеріп, оны өз үйіне алып кетті. Онда біздің құсу ханшайымымыз Денджиді пер
беріп жібере жаздады, бірақ олар сәл жатты да бізге флешбек көрсете бастады. Ол жерде Денджи ең жиіркенішті сүйіс алғаннан кейін сыртта Макима оған бас жазатын дәрі берді. Сосын ол Макимаға енді бұл жиіркенішті сезімді еш ұмытпайтынын, әрі енді біреумен сорысатын болса, сол сәт қайта есіне түсіп қорқатынын айтты. Қысқасы Денджиде сүйісу травмасы пайда болды. Макима оған көмектесуді шешті. Алдымен оған өзінің чупа-чупсын сорғызды. Бұл олардың алғашқы ерінсіз сүйісуі болды. Сонымен қатар ол Денджиге алда әлі қызықты нәрселер болатындықтан құсудан туындаған сезімге байланып қалмау керектігін айтты. Нәтижесінде Денджи өзінің алғашқы персуын дәл Макимамен жасағысы келетін шешті. Бірақ алдымен оған отшашар Демонды жеңу керек. Таңертең біздің алқаштар таңғы асқа отырды. Сол жерде Химена Денджидің Макимаға қатты ғашық екенін түсініп, оған құпия келісім ұсынды. Егер ол Хименаның Акимен қарым-қатынасына көмектессе, ол Макимамен қарым-қатынасына көмектеседі. Денджи бұл ұсынысты қабылдады және осы сәттен бастап олар дос болып кетті. Кейін бізге Макиманы көрсетті. Ол пойыздан Киотоның басшыларына қарай бара жатқан еді. Сол жерден оларға шабуыл жасалды және Макиманы бүкіл командасымен бірге атып тастайды. Сол уақытта Денджи және қасындағыларға Якудза басшысының немересі шабуыл жасайды. Ол Денджи өлтірген зомбилердің басшысы болған шалдың немересі. Ол өз атасының кегін қайтарғысы келді және бірінші оқпен Денджидің басын жарақаттайды. Сонымен қатар ол Хименаны жаралады, бірақ Пауэр оған жетіп қатты соққы берді. Аки Лис Демонды шақырып, ол немерені жұтып қойды. Алайда ол адам емес болып шықты. Бұл Катана Демонмен келісім жасаған жартылай демон еді. Ол Листің ішінен шығып, оны жарып тастайды. Сол себепті Аки Пауэрдан Хименаны құтқаруға көмектесуін сұрайды. Ал өзі катанасын алып немересімен шайқаса бастады. Ол өзінің дуаланған қылышын қолданып катанаға 3 рет соққы жасады. Осы арқылы қарғыс демоны катана мен демонды аяусыз өлтірді. Бірақ Аки Хименаның ауыр жарақат алғанын түсініп, оны дәрігерге жеткізу керек екенін шешті. Бірден Аканы Саватари пайда болып, катанаға қолын тигізіп, оны қайта тірілтті. Шашпау болып жатқан жағдайдан шошып тұрғанда Катанамен оған бірден шабуыл жасап, оны жаралады. Ал осы сәтте Химена есін жинап, Пауэрге өзін тастап Акиге көмектесуін сұрайды. Бірақ Пауэр бас тартты, себебі бұл оның деңгейі емес еді. Әрі ол Катана жасаған шабуылды тіпті көре алмайды. Сол себепті Химена елес демонын қолдануға тырысты. Химена өз денесін толықтай елеске беріп, оның барлық күшін алу үшін құрбан етуге шешім қабылдайды. Катанаға қарсы толық бейнесінде елес демон пайда болды және оны ұстап тұруға тырысты. Химена мұны Акиді құтқару үшін жасаған, себебі оның қайтыс болған серіктерін жасырын жоқтайтынын білетін. Ол Аки оның өлімінен кейін де өзін жоқтайды деп үміттенді. Алайда Саватари іске кірісіп, жылан демонын шақырып, елестің басын жұлып алды. Сол сәтте Химена толығымен жоғалып кетті. Содан кейін Саватари олардың мұнда Бензараның жүрегін алу үшін келгендерін айтты. Сондай-ақ Пауэрдің шайқас алаңынан қашып кеткенін хабарлайды. Бірақ сол уақытта елестің қалған қолы Денджиге жетіп, оның құйрығын тартып, оны оятты. Аки Хименаның жоғалғанына қайғырып тұрғанда, Денджи мен Катана шайқасқа кірісті. Саватари өзінің серіктеріне Бензараның қай жерде екенін хабарлайды. Бірақ серіктері келген кезде Денджи бірнеше соққымен оларды жеңіп, тіпті оларды Катананы бопсалау үшін пайдалануға тырысты. Алайда Катана өте қатыгездікпен бензопиланы және өзінің серігін екіге бөліп тастайды. Осыдан кейін ол қайтадан адамға айналды. Сондай-ақ осындай шабуылдар басқа аңшыларға да жасалғаны белгілі болды және барлығы дерлік қаза тапты. Бірақ Макима аман қалды және бандиттердің алдында пайда болып, оларды бірден жойды. Киотоға келгеннен кейін оны Куроса мен Тенді қарсы алды. Макима оларға пойыздағы шабуыл жасаушылардың денелерін жою керек екенін айтты. Олар оған Токиодағы аңшыларға да шабуыл жасалып, қазір штабта дүрбелең туындағанын хабарлайды. Бірақ нақты мәліметтер әлі де жоқ. Макима дереу шабуыл жасаушылармен айналысуға кірісті. Ол Куросаны әділет министрлігіне жіберіп, өмір бойы сотталған немесе одан да ауыр жаза алған 30 жазалаушыны сұрауды тапсырды. Ал Тендадан ең биік таудағы жақын арадағы храмды брондауды сұрайды. Макима киімін ауыстырып, сол уақытта тұтқындар жеткізілген болатын. Ол барлығын көздерін жабуды бұйырды. Тіпті аңшылар да Макиманың қай демонмен келісім жасасқанын білмейді. Ол қарғалардың көмегімен бандиттерінің аттарын білді. Сол уақытта бандиттер Бензараның бөлшектенген денесін көлікке тиеп жатты. Макима тұтқындардың бандиттердің аттарын айтуды сұрайды және ол аталған әрбір бандитті мыжып өлтірді. Осылайша ол Саватари мен Катанадан басқасының барлығын жойды. Макима бұл жерден әзірге тек осылай көмектесе алатынын айтты және Токиоға қайта оралатынын хабарлайды. Дәл осы уақытта Саватари мен Катанаға Кабени келді. Бұрын Рай Кабени үшін өзін құрбан етіп, оны оқтан қорғаған болатын. Кабени өзінің таңғажайып жылдамдығымен шабуыл жасаушыны жеңіп, Катананың қолын пышақпен кесіп тастайды. Олар Кабениге оқ атып, оны Денджидің жарты денесімен жауып, атысқа қарсы тұрды. Ақырында бандиттер көлікке мініп қашып кетті. Осы сәтте Кабени Денджиден бұрынғы қателігі үшін кешірім сұрайды. Кейін бізге Мадоканы көрсетті. Ол Макимаға келіп шабуылдардан кейін отставкаға кететінін айтты. Макима мұны өте сабырлы қабылдайды. Сондай-ақ 4-ші отрядтағы адамдардың көпшілігі қайтыс болғанын анықталды. Тек адам емес тіршілік иелері аман қалды. Кейін бізге Акиді көрсетті. Ол есін жиып, жанында Денджи мен Пауэр алма жеп отырған. Олар Пауэрдің шайқас алаңынан қашқаны үшін ұрсып қалды. Аки оларға 4-ші отрядтан кімдердің тірі қалғанын сұрайды. Олар Кабени мен көзілдірік киген ер адам тірі екенін, бірақ оның мемлекеттік қызметтен кеткенін айтады. Кейін Денджи мен Пауэр Макимаға шақыртумен кетті. Аки өзінің қылышын алып, оның қанша өмір қалғанын сұрайды. Қарғыс оған 2 жыл
жыл қалғанын айтты. Осыдан кейін Аки Хименаны еске алып шылымын тұтатты да жылап жіберді. Денджи мұның бәрін естіп таңғалды. Себебі ол өзі Пачита қайтыс болғанда да жыламағанын байқайды. Бұл оны өзінің адамгершілігі жоғалтқан шығар деп ойландырды. Бірақ кейін ол өзін позитивке ауыстырып Макимаға барды. Акиге Макиманың бұйрығымен 4-ші отрядты жаттықтыру үшін жіберілген Куроса мен Тенда келді. Аки Кон түлкі демонын шақыруға тырысты, бірақ Кон оны енді жақсы көрмейтінін айтты, себебі Аки оны бұрын дұрыс бағаламаған. Бұдан кейін келгендер Акиге және оның кейбір серіктеріне азаматтық өмірге оралуына кеңес берді. Бірақ егер ол қалғысы келсе, өзінің шешімін дәлелдеуі қажет екенін айтты. Нәтижесінде олар оған жаңа демонмен келісім жасауға көмектесу үшін кетті. Кейін бізге Макимаға келген Денджи мен Пауэр көрсетілді. Олар Макимаға жауларының Денджиге аңшылық бастағанын түсіндірді. Осыған байланысты Макима 4-ші отрядтың күшін күшейткісі келді. Бірақ бұл отрядтың мүшелерінің көбісі қаза тапқан еді. Сол кезде олардың алдына оларды жаттықтыратын тәлімгер келді. Бірақ өзінің есімін атамастан бұрын тәлімгер бірнеше сұрақ қояды. Бірінші сұрақ серіктестердің өлімі қандай сезім тудырды? Олар ешқандай деп жауап берді. Екінші сұрақ олар үшін кек алғыларың келе ме? Жігіттер бұған да жоқ деп жауап берді. Үшінші сұрақ сендер кімнің жағындасыңдар? Адамдардың ба әлде демондардың ба? Олар бізді қамтамасыз етіп жеңіске жеткендердің жағындамыз деп жауап берді. Тәлімгерге олардың жауаптары ұнады және ол мұндай адамдардың өте сирек кездесетінін айтты. Бұл жағдайдан тіпті Пауэрді таңғалды. Сол себепті тәлімгер кейін Макимаға осы аңшыларды үйретуді өз мойнына алатынын айтты. Содан кейін тәлімгер өз есімін айтты. Ол Кишибе болады. Ол өзінің бірінші арнайы отрядының демон аңшысы екенін және өзін тәлімгер деп атағанды өте жақсы көретінін айтты. Оның хоббиі ішімдік, әйелдер және демондарды жою. Содан кейін ол өзінің шәкірттеріне жақындап, олардың мойындарын сындырды. Бірақ кейін қан арқылы оларды қайта тірілтті. Осылайша олардың жаттығулары басталды. Кишибе атап өтті. Макима оған отшашар демон белгісіз себептермен Денджидің жүрегін алғысы келетінін айтқан. Бұрын ол көптеген адамдарды жаттықтырғанымен демондары бар адамдарды оқытпаған. Жақында ішімдік ішкенде оған шәкірттерін дамыту үшін оларды өзіне қарсы қою идеясы келген. Ол оларды жеңгенше оларды жаттықтыруды жалғастыратынын айтты. Себебі ол ең мықты аңшы, ал оны тек ең мықтылар ғана жеңе алады. Содан кейін Пауэр қару жасайды, ал олар Кишибеге шабуыл жасай бастады. Бірақ ол пышақ шығарып бірнеше соққымен оларды жеңіп ұйықтатты. Ол жігіттің мәңгілік екенін, ал қыздың жартылай мәңгілік екенін түсінді. Бірақ олар адамдарға қарсы күресіп ешбір ар-ұждансыз әрекет еткендіктен ол олардың адамдық құқығын алып тастайды. Кішкентай кезінен бері ол ойыншықтарын сындырып, бәріне төтеп беретін армандаған ойыншықты іздеген және қазір ол ойыншығын тапты. Нәтижесінде ол оларды кешке дейін жаттықтырды, ал таңертең оларды үйлеріне барып жалғастыратынын айтты. Бірақ біздің генийлер жолда жаңа жоспар ойлап тапты. Бірақ Кишибе оны бірден түсініп қойды. Ол оларға аңшылар ретінде құрбан болмауды және оған сенбеуді үйретті. Соңында оларды жаттықтыруды жалғастырды. Тіпті оның бетін жаралап үлгерді. Осыдан кейін Кишибе олардың жаттығуларын аптасына бір рет өткізетінін айтты. Ертең олар катана мен жылан демондарды жою үшін нақты шайқасқа барады. Егер миссия сәтсіз болса, Кишибе оларды жоятынын айтты. Кейін Кишибе Макимаға барып жаңа шәкірттеріне бауыр басып қалғанын айтты. Сондай-ақ ол Макиманың 4-ші отрядқа шабуыл болатын білгенімен оны тоқтатпаған үшін сынға алды. Кишибе егер Макима адамдарға енді пайдалы болмаса, оны жоятынын ескертті. Макима тек мүмкіндігінше көп адамды құтқарғысы келетінін және егер алдағы операция сәтті өтсе, олардың қолдары байлаулы болмайтынын айтты. Бірақ Кишибе оны өтірікші деп атады. Кейін бізге Акиді көрсетті. Оны болашақ демонға барды. Демон Акидің қорқынышты өлімін көріп, онымен келісім жасауға келісті. Демон Акидің оң көзіне енді. Содан кейін Куроса Акидан оның отшашар демонын жоюға деген психологиялық талпынысының себебін сұрайды. Аки мұндай мақсат оған күш беретінін, ал ол болмаса әлдеқашан беріліп кететінін айтты. Ол әңгімеден кейін Куроса Акиға деген көзқарасын өзгертті. Сонымен қатар бізге Якудза ұясы көрсетілді. Оларда көп ұзамай оларға біреулер келетінін сезіп сақтыққа көшті. Саватари болса қашудың мағынасы жоқ екенін айтты. Макима бәрібір оларды табатын ескертті. Олар сол жерден кетпей барынша көп аңшыларды жойып тастауға тырыспақ болды. Сонымен бірге олар Якудзаның марқұм бастығы қалдырып кеткен Замбариді қолданбақшы болды. Бұл уақытта Макима Якудза басшысына барып қатал ультиматум қойды. Ол отшашар демонмен келісім жасаған барлық бандиттердің есімдерін беруін талап етті. Бірақ Якудза басшысы барлығына Саватариді кінәлап, оның адамдардың басын айналдырып отшашармен келісім жасатқызғанын айтты. Осы келісім бойынша 20 миллион йенге қару-жарақ берілген екен. Алайда басшысы барлық есімдерді беруден бас тартты. Себебі бұл басқа мандалардың қатысуымен соғысқа келуі мүмкін еді. Бірақ Макима мұндай жағдайға да дайын болып шықты. Ол Якудза мүшелерінің туыстарының көздерін алып келіп, ол өз дегеніне жетті. Осы уақытта операция басталып та кетті. Кишибе өз сарбаздарын дайындап, полицейлерді ескертіп үлгерді. Олардың отрядында нағыз баскеселер бар. Егер олар қалаға қашып кетсе, салдары сұмдық болуы мүмкін. Сондықтан операция аяқталғанға дейін ешкімді ғимараттан шығармауды қатаң тапсырды. Ал бандиттерді жою міндетін оның баскесерден құралған ерекше отряды өз мойнына алды. Олардың қатарында Денджи, Пауэр, Аки және Кабени бар. Және Бим, Акула демонның иесі, Галгаля зорлау демонына ие болған күштаңшы, өрмекші демонның иесі Принц және адамдарға зияны жоқ, бірақ тиіссе адамның өмірін қысқартатын періште бар.
Сол жерде Аки баскесерлер мен зомбилермен айналысуға қалдырып, олар бөлініп катанамен іздеуге кірісті. Кейін Аки ғимараттың бірінші қабатында алдымен бандиттерге тап болды, бірақ оларды дереу Макима жарып жіберді. Бір қабатта ол Саватаримен бетпе-бет кездесті. Саватари оған Хименаның елес демонын шақырып шабуыл жасатты, бірақ шайқас барысында елес шабуыл тоқтатып Акиге жеңіл кек деген жазуы бар шылым берді. Бұл Хименаның оған қалдырған сыйы еді, және ол елес демонын өлтіру үшін дым қорықпау керектігін есіне түсірді. Аки қорқынышын жеңіп елесті жойды, және ол Кабениді Саватаридің өлімінен аман алып қалды. Пауэр болса Денджиден бөлек кетіп зомбилермен шайқасып жүрген еді. Басты кейіпкеріміз Катанаменді тауып алып, онымен шайқаса бастайды. Шайқас барысында Катанамен Денджидің өзінің ұстазының өлімі үшін айыптауға тырысты, бірақ Денджи бұл сөздерге құлақ аспай, ақыры оны аяғымен қақ бөліп тастайды. Содан кейін ол Катанаменді байлап жұмыртқа турнирін бастайды. Аки бастапқыда қарсы болғанмен, Катанаменнің кесірінен Хименаның өлгені есіне алып, Денджиге қосылды. Олар полиция келгенше осы турнирді жалғастыра берді. Кімнің соққысынан Катанаменнің даусы қатты шықса, сол ұтады деп келісті. Солай Бенза жұмыртқа турнирі басталды. Бұл уақытта Макима Саватаридің барлық қылмысын әшкереледі. Саватари от шашарымен келісім жасап, Якудзаға қару жеткізіп отырған. Бірақ келісім шартының бір бөлігі ретінде Саватаридің басын оның жыланы жеп қойды. Сонымен бірге ғимараттан от шашардың бір бөлігі табылды. Оны басқа бөліктермен біріктіргенде ол өз иесіне қарай жылжи бастайды. Келесі эпизодта Акидің балконға шығып, Химена қалдырған шылымды шегіп, Денджи мен Пауэрдің тамақтан кейін ұйықтап қалған көріністермен аяқталады. Сондай-ақ Денджиге тағы да есік туралы түскірді. Онда Пачита есікті ешқашан ашпауын өтінді. Ал соңғы сәтте Ризе көрсетілді. Осылайша бірінші маусым аяқталды. Баршаңызға осы бейнені көргендеріңізге алғысымды білдіремін. Келесі видеода кездескенше.